Менің ғылыми жобамның тақырыбы Кенесары қылышы. Бұл тақырыпты қалай таңдадым? Мен атам мен әжем қызымын. Әжем маған үнемі қазақтың тарихи орындарын таныстырып, ержүрек батырлардың ерлігін қызықтырақ айтып беретін. Сабы сүйектен қынабы бұлғалармен қапталған қайқы қылыш көзіме ерекше түсіп зерттей бастадым. Өздеріңіз білесіздер, Түркістан 2018 жылы облыс орталығының мәртебесін алды. Түркістан енді еліміздің ғана емес, барлық туыстас түркі жұрттың рухани астанасы айналмақ. Түркістанның басты нышаны Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Оны екінші Мекке әлем 8-ші кереметі деп санайды. Ол ЮНЕСКО-ның әлемдік тарихи мұраларының тізіміне енген, яғни халықаралық деңгейде қорғалған. Ескерткіш 14 ғасырда Әмір Темір салдырған Қожа Ахмет Яссауидің құрметіне. Ол ғұлама, ғалым, ақын, ұстаз болған. Бірақ кесенеде Яссауиден басқа қазақтың ең мықты тұлғалары да жерленген. Олардың тізімі бар. Онда қазақтың 12 сұлтан, 22 биі, 57 батыры, Жибамар ханы жерленіпті. Оның ішінде Тәуке хан, Есім хан, Абылай хандар бар. Ең қызық, қазақтың ең соңғы ханы Кенесарының тізімде жоқ. Яғни Кенесарыға қасиетті Түркістаннан топырақ бермепті. Алайда оның ұстаған қылышы тұр. Сапар орталығы жаңадан салынған Түркістанның туристік қақпасы деп санайды. Осы ғимараттың қақ ортасында Кенесарының қылышын көрдім. Түпнұсқа, яғни Кенесарының өз қолымен ұстаған қаруы. Осыдан кейін осы тақырыпты зерттеуге кірістім. Кенесары бабамның қылышы туралы мәлімет алуға сапар орталығына келіп тұрмын. Қазақтың соңғы ханы Кенесары бабамның қылышы туралы мәлімет айтып берсең. Рахмет. Сіздер көріп тұрғандарыңыздай, бұл Кенесары Қасым ханның именно қылышының көшірмесі болып табылады. Бұл негізі түпнұсқасы қақта деп сұрасаңыздар, ол түпнұсқасы 1901 жылы Әзімхан Кенесары мен Шымкент қаласындағы тарихи өлкетану мұражайына сыйға тартылған болатын. Негізінен түпнұсқа қылышының өзі таза темірден жасалған. Оның ұзындығы 70 см, ал тұтқасы 15 см болып табылады. Сізге мәліметті айтып берген үшін көп рахмет.